Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Жамбыл облысының тұрғындары, құрметті мұсылман қауым, баршаларыңызды алда келе жатқан Құрбан айт мерекесімен құттықтаймыз. Алла нәсіп етсе, биылғы жылы Құрбан айт тамыз айының 11-і, 12-сі, 13-ші күндеріне белгіленіп отыр. Осы күндері құрбандық шалынады. Енді құрметті мұсылмандар, көп сұрақтар туындап жатыр осы Құрбан айтқа байланысты. Кейбір кісілер мынау жыл басында дүниеге келген қазіргі мына тоқтыларды, бірақ 6 айға толмаған сол тоқтыларды шалуға болады ма деген сұрақтар қойылып жатыр. Бұл сұрақ өте көп жиілеп кеткендіктен біз осының жауабын беруді жөн көріп отырмыз. Құрметті жамағат, биылғы туылған тоқтылар егер 6 айға толмаған болса, оларды құрбандыққа шалуға болмайды. Құрбандық шалу өзі уәжіп амал. Алла Тағала Құран кәрімде айтқан: "Астаиду билла, фасолли ли роббика ванхар", Раббың үшін намаз оқы, құрбан шал деген. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде айтады: "Ман кана лаху саатун ва лам юдахи фала яқрабанна мусаллана хаза". Кімде-кімнің шамасы келе тұра құрбандық шалмаса, ол адам біздің намаз оқитын орындарымызға жақындамасын деген. Міне осы аталмыш аят хадис құрбан шалудың уәжіп міндетті амал екендігін көрсетеді екен, құрметті жамағат. Енді шариғатымызда қой, ешкі 1 жасқа толуы міндетті, және де сиыр 2 жасқа толуы міндетті, ал түйе 5 жасқа толуы міндетті. Енді пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде былай деп айтады, бұл хадисті имам Муслим жеткізген: "Ла тазбаху илля мусинна", жасына толғанды ғана құрбандыққа шалыңдар деген. Яғни ол қойдағы мусинна дегеніміз 1 жас, сиырдағы 2 жас, ал түйеде болса ол 5 жас деген сөз. Содан кейін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінің жалғасында айтады: "Илля ан ясура алейкум", тек сендерге қиындық туындайтын болса дейді, онда не істеңдер дейді пайғамбарымыз айтады: "Фатазбаху ал-джазаата минад-да'n", яғни қойдың тоқтысын шалсаңдар болады дейді. Ал ғалымдарымыз айтады, ол ал-джазаа дегеніміз бұл 6 айға толған тоқты дейді. 6 айға толмағанын шалуға болмайды деп нақты көрсетіп берген екен ғалымдарымыз. Сол үшін де құрметті жамағат, енді мынау сауда жасайтын кісілер, мал сататын кісілер осы құрбандық кездерін өздеріне науқан деп есептеп барынша пайда табуға тырысады, әрине. Бірақ десе де дүниелік пайдадан гөрі біз рухани пайданы ескергеніміз дұрыс болады. Өйткені қаншама азаматтар құрбандық шалып, сол құрбандығымыздың арқасында күнәларымыз кешірілсін деген мақсатты қояды. Олай болатын болса, құрметті жамағат, біз бірінші кезекте сол сауапты жағын біз ойлауымыз керек. Сондықтан да құрбандығымыз өз жасына толғандығына біз қатты мән беруіміз керек. Демек, 6 айға толық толған тоқты ғана құрбандыққа жарамды болады. Міне осы нәрсені ескерсеңіздер. Алла Тағала шалғалы жатқан құрбандықтарыңызды қабыл етсін, айт мерекесі құтты болсын. Алла Тағала баршаларыңызға разы болсын. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин.